Сәлем достар, амансыздар ма? Мен өткен жолы мына өзімнің каналымдағы музыкалық ниша туралы мына жерде не істегенмін, видео шығарғанмын. Енді менде бірнеше канал бар. Музыкалық нишадан дәл қазіргі уақытта табыс тауып жатырмын. Одан кейін басқа да нишадан мен канал аштым. Қазіргі таңда бізде 2 июнь, майский бізде ақша уже жиналып, мінекей мамыр айының ақшасы міне. Өткен жол апрельде мысалы 149 мың теңге жиналған болса, ол апрельдің где-то мен ортасында шықтым ғой монетаға. Менде 3 видеом атып кетіп, сондай монетаға бірден шығарды. Одан кейін май айының толық міне ақшасы 513 мың 851 теңге міне. Ертең бұл июньде түседі. Міне доход көп тұрғандарыңыздай, басқа каналымда басқа нені көрсетпей қояйын. Так, доход деген көп тұрсыздар, Так, вам скоро поступить платеж дейді. Міне көп тұрсыздар ма? 21 мен 26 числоны июньде деп тұр міне. Осы күні түсет болса ақша маған. Енді ешқандай қиындығы жоқ негізінде. Осылай дәл музыкалық ниша болсын, басқа да ниша болсын, табыс тапқыларыңыз келсе, маған жазыңыздар, мен сіздерге үйретемін. Енді елдер құсап, жаңағыдай 850 мыңға, 750 мыңға, 300 мыңға емес, арзандау қылып үйретемін. Егер де бірдеңе бір жасайтын болсаңыздар. Негізінде жаңағыдай баннер жасау, анау-мынау видео салу, музыка жасау барлығы оңай, бірақ өзінің несі болады, фишкалары болады. Мен енді бір жылдай болып қалды ютубпен айналысып жүргеніме. Америкалықпен айналысқан, бірыңғай америкамен. Қазіргі таңда мен америкамен айналыспаймын. Өйткені америкаға мен вообще қиын екен монетаға шығу мен үшін. Сосын осыне кішкене локацияң өзгеріп кетсе, бірдеңе болса, в общем, өте қиындау болды мен үшін. Қазақстандық аккаунттан да, қазақстандық YouTube каналдан да осылай ақша табуға болады. Комментарийға жазыңыздар. Мынау менің музыка каналыма осыны тренды деген, популярный темы деп өсіп шығып тұрады. Бұл енді доход деген монетаға шықпай тұрып, бұл кнопка жоқ болады. Монетадан кейін барып шығады бұл кнопка. Егер кім ютубтан шынымен де табыс тапқысы келеді, қандай да бір нишадан, жалғыз музыкалық емес, или музыкалық болсын, маған жазыңыздар, если что.